Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы Дананың сөзі ақылдың көзі бөлімі бойынша Байбөрі баласы Бәмсі Байрақ туралы жыр жөнінде. Оқу мақсаттары: әдеби шығарманың жанрына байланысты сюжеттік желілерін, эпилог прологтарды анықтау. Әдеби шығарманың идеясы мен пафосын ұлттық мүдде тұрғысынан ашу. Бағалау критерийлері: мазмұнын меңгереді, тақырыбы мен идеясын анықтайды, сөздікпен жұмыс жасайды, эпилог пен прологты ажыратады. Оқушылар, ең алдымен біз сабағымызды бастамас бұрын әдеби теорияларға мән берейік. Пролог деген не? Пролог дегеніміз кірісі көркем шығарманың оқиға мазмұны мен мәнін оқырманға таныстыратын кіріспе бөлімі. Ол шығарма идеясын дұрыс түсіндіру. Бұл жырдың кіріспе бөлімі Қамғанұлы Баяндыр ханның тойына жиналған бектердің алдындағы Байбөрі бектің перзентке зар болған өкінішінен басталады. Көп тілегі қабыл болып, жылаған Байбөріге Тәңірі ұл береді, ал Байбіжанға қыз береді. Ал эпилог дегеніміз не? Эпилог дегеніміз көркем шығарманы қорытындылайтын компонент. Эпилог негізгі оқиға желісінен бөлек тұрса да, авторлық идеяны толықтыра түсіп, шығарманың басты кейіпкерлері жайында қысқаша мәлімет береді. Олардың кейінгі іс-әрекеттерінің жалғасын көрсетеді. Олай болса, оқушылар сабағымызды әрі қарай жалғастыру мақсатында Байбөрі баласы Бәмсі Байрақ жырын бірге тыңдайық. Байбөрі баласы Бәмсі Байрақ жырына тоқталайық. Жырдың негізгі идеясы батырдың өз елін сүюін, ата-анасына, халқына деген махаббатын дәріптеу, сонымен бірге халыққа қорған болар батырды ардақтау. Жыр Байрақ, Бану секілді екі жастың арасындағы адал махаббатты, Байрақ пен қарындастары арасындағы бауырластықты ерекше суреттейді. Шығармада әділетке қарсы тұрған зорлық күшінің қалайша күйрейтіндігі өте нанымды дәлелденген. Жырдағы қарт ата-ананың перзентке деген шексіз ықыласы, ынтасы өз алдына дербес желі құрайды. Зарлап еңіреп жүріп көрген Байрағынан айырылған қарт Байбөрі қайғыдан көзі әз болады. 16 жыл хабарсыз кеткенде де әке байғұс баласынан күдерін үзбейді. Жырдағы ата-ананы баладан, халықты қорғаны болған батырдан айырып жүрген зұлымдық, қас жау келбеті де ерекше суреттелген. Бірақ ол қаншалықты тырысып баққанмен, әділет атаулыны жеңе алған жоқ. Өзі тапқан бақастық өзіне көр қазды. Осы айтылғандардың бәрі де жырдың құнын арттыра түседі. Бәмсі Байрақ жыры көптеген түркі халықтары эпостарына арқау болған белгілі сюжеттік арнаға құрылған. Бұл жырға түп қазық болған басты желі түркі тілдес халықтардың арасында тамырлас, мазмұндас болып келетін басқа да белгілі жырларды тудырғанын білеміз. Құрметті білім алушылар, енді шығарманың өзара тізбектелген оқиғалар желісіне тоқталып өтейік. Шығарманың басталуы Баяндыр ханның тойындағы Байбөрі бектің қайғысы, бір перзентке зар болып Тәңірден бала тілеуі. Шығарма әрі қарай Оғыз елі бектерінің батасы мен Байбижан мен құдалық, Бәмсі Байрақтың ерлігі мен Қорқыт атаның балаға ат қоюымен жалғасады. Бектердің аңға шығуы, Байрақтың Бану шешекті кездестіруі, Бану шешектің шартын орындауы, Қорқыт атаның Қаршарға құда түсуі. Қызыл шекпеннің сыры, Бәмсі Байрақтың гәуірлер қолына тұтқынға түсуі, туыстарының, Банудың қайғыруы, Жарташық Суайттың Байрақты өлді деп хабарлауы, Бануға үйленбек болуы, көпестердің Байраққа жолығуы. Бәмсі Байрақтың гәуір қызының көмегімен тұтқыннан босауы және де Бәмсі Байрақтың аман есен елге оралуы. Елінің мауқын басқан Байрақ соңына Оғыз батырларын ертіп, гәуірлердегі кегін алып қайтады. Желіне келіп 40 күн ойын, 40 күн тойын жасап, Бану шешекті қайта алады. Осылайша шығарма аяқталады. Жырды тыңдап, түсініп алсақ, онда тапсырмаларымызға көшейік. Бірінші тапсырма:
сөздікпен жұмыс жаса. Шығармадан мысал берілген найза, көкірегі қарс айрылды, тәж, күрзі, шоқпар, сауға сөзінің мағынасы. Менің түсінігім сөздіктегі анықтамасы. Өз ойларыңды жазыңдар. Дескриптор өз түсінігін жазады, сөздікпен жұмыс жасайды. Екінші тапсырма. Жыр мәтінінен ең маңызды басымдықтарды анықтаңыз. Маңызды идеялар, факторлар, күтілетін нәтижелерді дәптерлеріңе жазыңдар. Дескриптор тақырып пен идеяны ажыратады, өзіндік пікір білдіреді. Үшінші тапсырма шешуші қорытынды тапсырма. Білу, түсіну, талдау деңгейінде берілді. Бірінші, білу бойынша Бамсы Байрақ жырында не туралы айтылды? Екінші сұрақ, шығарма кейіпкерлері кімдер, қандай адамдар? Дәптерлеріне жазыңдар. Түсіну бойынша Байбөрібек неге жылайды? Байбөрібек көпестерін қандай мақсатпен сапарға жібереді? Талдау деңгейі бойынша бірінші, Бамсы Байрақты Дерсиханұлы Бұқашпен салыстырыңдар. Дерсиханұлы Бұқаш туралы жыр хрестоматияда берілген. Екінші, мәтіннен аңызға тән қасиетте ерекше байқадыңдар ма? Осы туралы дәптерлеріне жазыңдар. Бүгінгі сабақ сендерге түсінікті деп ойлаймын. Сабақ аяқталды. Сау болыңдар.